болғаннан әрқайсысын 3 рет ойнаймыз. Пара бойды көрдіңіздер ғой, міне. 1 пара абой, 2 пара абой, 3 пара абой. Пара бой. Міне. Бір қайсыда ыстықтайыз. Қыстың күні. Болмаса көктем деген кезде негізі қысты да ойнайды. Пора тер болып жүретінбіз жазда, қыстың күні. Пара бой. Пара бой түсінікті болды ғой. 2 рет тігінен тебеміз, 1 рет жаңағыдай сыртпен тебеміз аяғын. Пара бой. Енді люра. Люрада да бір пара абой. Міне. Енді люрадан кейін беза ойыны бар. Беза ол тура жаңағы люра ойыны, бірақ арасында ешқандай тебуге болмайды. Былайына. Тек қана үшеуін, үштік ойнап атсаңыз, үшеуін қатар ойнау керексіз. Ол қалай? Мен былай. 1, 2. Енді тосып алдым. Бұлай түсінікті болсын айтайын, міне. 3. Тоқтамай, үшеуін де істеу керексіз. Түсінікті ма? Тағы бір қайталап көрейін. 1, 2, 3, міне. Тоқтамай, үшеуінде ойнайсыз. Арасында ешқандай бұлай тебуге болмайды. 10-ды ойнаңызсаңыз, 10 рет осылай істейсіз. Біз өзіміз ойын арасында, жаңа жігіттер, балалар ойнап атқанда, біз енді кейінгі жас балалар болмаса, жаңағыдай ойнай алмайтындай, түгел үйтіп, үшеуінде тебе алмайтындар болса, бір арасында өзіміз жеңілдік ойлап қойғанбыз, 1 рет тосуға болады деп. Мысалы, жаңа ойнадым ғой. 2 рет тептім, 3-сін тебе алмай қалдым да, тосып алдым. 1 рет тосуға мүмкіндік береміз. Тосып алдың, соның кейін 3-сін 1 рет ойнайсың да, сонымен тосып аласың, яғни шартын орындадым. 3 ойынды ойнадым. Міне 1 рет сондай мүмкіндік беретіміз. Міне біз жаңа беза, ол 7-ші реттік ойын болды, безамыз. Енді қазір біз сидечке, яғни жартылай отырып ойнаймыз. Барлық ойынның шарттарында айтып отырмын ғой. Бұл жаңағы айтып өткендегідей. Мысалы, қараңыз. 1, ыңғай келгенше, 2. Бұны көрдіңіз ба? Ыңғай келгенше, бұл сидечке деп айтылады. Яғни жартылай отырып тебеміз. Жартылай отырып тептім. Мен негізі 3 рет ойнауым керек еді, мен шатасы тоқтап қаптым. Негізі 3 рет ойнаймыз. Бұлардың арасында да ыңғайы келгенше дүзгілеп тебе бересің. Ыңғайы келгенше, ол 10 рет тебесің. 10-ші рет тепкенде ыңғайы келді ма тебуге? Міне бұлай. Ыңғайы тебуге келді ма? Демек, осы кезде сіз 3-сін, бұл немесе 5-сін ойнап жасай аласыз. Шартты орындай аласыз. Енді сидечкіні болдық па? Енді ең соңғы ойын ол жәнжі деп айтылады. Білмеймін, енді оны жәнжі деген не мағына беретін осы күнге дейін түсінбеппін. Бірақ біздің бала кезімізде ойнағанымызда тура мен қалай айтып отырмын, солай айтылатын. Әр ойынның реттік нөміріменен. Жәнжі бұл 9-ші ең соңғы ойын. Яғни біз барлығын 3-3-тен орындадық. 3-3-тен орындадық. Жәнжі ол бұлай орындалады. Тізенің сыртына аласыз аяқта. Яғни міне бұлайына. 1. Тосып алдым енді. 1. Міне бұның арасында да. Яғни жаңа түсінікті болған шығар. Кез келген ойынның арасында ыңғайыңызға келгенше
сіз былайынан тебе аласыз. Үштік болса, үш шартын орындағанша, сіз түзу теуіп өзіңізге ыңғайлағанша тебе бересіз. Яғни, немесе бағана безаны істегендегідей ыңғайлы болатын болса, бір екі, міне осылай да тебе аласыз, арасында теппей-ақ. Түсініңіз бе? Мен жәнжіні орындадым.